Армысыздар достар, hi friends. Сіздердің назарларыңызда мотивациялық нақты сөздердің көмегімен ағылшын тілін үйрететін English plus Motivation авторлық жобам бүгін 9-шы сабақ. Сонымен бүгін сіздерге үйрететін нақты сөз ағылшынша Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Goethe. Яғни немістің ұлы ақыны Goethe айтқан екен, қазақша мағынасы білу жеткілікті емес, біз қолдануымыз керек. Ниеттену жеткілікті емес, біз істеуіміз керек. Құрметті достар, сіздерге түсінікті болу үшін әр сөзге жеке тоқталайын. Knowing, білу, is көмекші етістік, аударылмайды, not емес, enough, жеткілікті, we, біз, must, керек, apply, қолдану, willing, ниеттену, is көмекші етістік аударылмайды, not емес, enough жеткілікті, we біз, must керек, do істеу. Құрметті достар, осы бейне жазбаны алғаш рет көріп тұрған адамдар болса, өзімді таныстыра кетейін. Менің толық аты жөнім Ернат Мелісұлы. Мен ағылшынша тіл сындыру кітабының авторымын. Бұл кітап сізді өз бетіңізбен ағылшын тілін қазақ тілі арқылы тиімді, қарапайым әдіс тәсілдермен үйретуге көмектеседі. Және бұл кітап өте арзан тұрады, бағасы бар болғаны 3500 теңге тұрады. Мұна нөмірге хабарласып, WhatsApp-қа жазып, тапсырыс бере аласыздар, алуға асыңыздар, алсаңыздар, еш өкінбейсіздер. Құрметті достар, енді бүгінгі нақты сөзді тағы бір қайталайық. Knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Goethe. Яғни қазақша мағынасы білу жеткілікті емес, біз қолдануымыз керек. Ниеттену жеткілікті емес, біз істеуіміз керек. Құрметті достар, осы бүгінгі бейне сабақ көңілдеріңізден шықса, ұнатуға лайықты деп тапсаңыздар, лайк басыңыздар. Осы ағылшынша нақыл сөзді жаттап алып, қолданып, өз-өздеріңізді қамшылаңыздар. Сонымен достар, осы бейне сабақты бөлісуге, таратуға қолдау көрсетіңіздер. Сіздерге табыс тілеймін. Good luck!